Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Біз бүгін құрамында ешқандай зиянды заттар мен бояғыштары жоқ, денсаулыққа өте пайдалы үй жағдайында жасалатын йогурттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Йогуртымызды жасау үшін ең алдымен майлылығы 3,2% сүтімізді орташа отта газымызды араластыра отырып қайнатып аламыз. Қайнаған сүтімізді 40 градусқа дейінгі температурада салқындатамыз. Егер температура өлшейтін құрылғыңыз жоқ болса, осылай саусақтың көмегімен анықтауға болады. Саусағыңыз күймейтіндей дәрежеде ыстық болса, сүтіміз дайын деген сөз. Дайын болған сүтіміздің үстінен Foodmaster компаниясының осы греческий натуральный ешқандай қоспасыз йогуртынан бір ас қасық қосып, жақсылап араластырамыз. Греческий йогурттың орнына Activiaның био-йогурт, яғни ешқандай қоспасы түрін қолдануға болады. Дайын болған сүтімізді осындай құрғақ контейнерға немесе банкаға құйып бетін жабамыз. Дайын болған контейнерімізді екі қабатталған қалың орамалдарға орап, жылы жерге, яғни терезенің алдына, батареяның үстіне немесе пештің жанына 8 сағатқа қоямыз. 8 сағат өткеннен кейін йогуртымыз толық салқындау үшін холодильникке 3-4 сағатқа саламыз. Міне бізде барлығы 12 сағат өтті. 12 сағаттан кейін өз формасын сақтайтын өте дәмді табиғи йогуртымыз дайын болды. Құрамында ешқандай зиянды заттар мен бояғыштар қоспалары жоқ табиғи йогуртымызды жемістермен немесе қант араластырып отбасыңызға ұсынсаңыз болады. Рецепт ұнаса міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.